Бүгін екінші күн. Чорсу деген базарға бара жатырмыз. Бәріне сәлем, сіздермен Әсел, менің парақшама қош келдіңіздер. Менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер және видеоларға лайк басып кетсеңіздер. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазуға болады. Сонымен бұл біздің Өзбекстандағы, Ташкент қаласындағы екінші күніміз. Яндекс такси шақырдық. Одан кейін сол Чорсу базарына қарай тарттық. Чорсу деген базар ол Ташкент қаласындағы ең үлкен базар. Туристердің де келетін жері. Бұл жерде киім-кешектен тұрмыстық техника, тамақ, ұрықтар, гүлдердің түрі, тағы да басқа бүкіл затты осы жерден таба аласыздар екен. Туристер де өте көп, өздерінің мынандай орнаментпен, өзбекский стиль дейміз ғой, сондай көйлектерін алып жатыр. Мынандай шапан, мінекей тойда киетін көйлектері мына жерде. Бұл жерге біздің келу мақсатымыз, тиктокта мен ханум деген бір тамақты көргенмін, соның дәмін татып көрсем деп ойлағам. Оны біз іздеп бер іздеп, сосын таптық. Бір сағаттай жүріп әзер таптық. Негізінде біз сырт жағынан, басқа жағынан түсіп қаппыз таксидан, ал тамақ жағы ол басқа жағында екен. Сонымен жеңіс мына жерде картадан қарап, сонымен таптық. Мына жерде алтындар бар екен, мына бутиктардың арасында. Күн деген жанып тұрды. Біз үшін қатты ыстық болды. Шақта бар шығар сол. Ханым деген. Сонымен азық-түлік сататын жағын, столовый жағын осы жақтан таптық. Міне осы жерден кіру керек екен. Қош келдіңіздер деп жазылып тұр өзбек тілінде. Күн ыстық болды, адамдар үйренген, және де базарларында мынандай патрульдер тұрады екен формада. Сұрасаң бәріне жауап береді. Мінекей мына жағынан кіріп келе жатырмыз қазір. Бәрі бар ғой, базарда бәрі бар. Тамақтар басталады ғой. Бишаралар. Ана жақта қойдым. Арғы. Осы жақта қойдым қашты. Рамон. Орыстарда жүргендер сол жақта. Мына халва. Сладости. Сәннің ме? Айға. Вот атақты Чорсуға келдік. И где мы покупаем? Я учили ваш. Нар. Супи смогла есть, все. Она. Ребята, идемте. Девушка. Devamlı oldu.
Вот ханымды алдық. Мындай. 25. Қазір жеп көреміз. Сонша армандап келген ханымды жеп жатырмын. Томаттың дәмі көп шығады, ішінде картошка, картошка, сырой картошка. Бұл популярный екен. На любителя. Қаншама адам отыр. Шашлық келді. Онша ұнаған жоқ ханым. Золотой ряд. Қарнымызды тойдырып тамақ ішіп алғаннан кейін осындай магазинге кірдік. Сонымен өзіме осындай двойка қарадым. Біреуі осындай түсте болды, екіншісі мынандай. Сонымен екеуінің қайсысын алам деп, осы соңғысын алдым. Өзіме ұнады. Бұл шолк атлас сияқты ма, сондай салқын. Андай арзандар да болды, бірақ маған өзіме осы ұнады. Осындай жерден алдық. Жеңіс шаршап кетті. Сонымен базардан шаршап шалдығып, хостелға қайттық. Сонымен бұл влогтың соңы. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау саламат болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.